Қайырлы күн, құрметті біздің кітапханамыздың әлеуметтік желі парақшасындағы оқырмандар. Бүгін біз тарихтың құлагері, алаш жұртына белгілі үлкен тұлға Манаш Қозыбаев атамыз биылғы жылы 90 жасқа толып отыр. Соған орай қазақтың асыл перзенті атты тарихи сағатпен өздеріңізбен бөліскенді жөн санап отырмыз. Қабашұлы Манаш Қозыбаев 1931 жылы Қостанай облысы Меңдіқара ауданы Қазкөл ауылында дүниеге келген. Ғалым, қоғам және мемлекет қайраткері, тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы Ғылым Академиясының академигі, еңбектері Украин, Қытай, Түркия, Иран, ақш, Армения, тағы басқа көптеген тілдерге аударылған. Бүгін біздің қонақта өзіміздің өңірімізге белгілі ұлағатты ұстаз келіп отыр. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің Қазақстан тарихы және әлеуметтік гуманитарлық пәндер кафедрасының профессоры, тарих ғылымдарының кандидаты Бимаханова Злиха Шахметқызы, қош келдіңіз. Сізбен енді біз осы кітапхана ғабеңнің шаңырағы, даналық шаңырағы тығыз байланыстамыз. Үлкен алғысымызды білдіреміз алтын уақытыңызды қиып келгендігіңізге. Енді сіздердің университеттеріңізде осындай тарихтың құлагері, белгілі тұлға Манаш Қозыбаев атында екендігі белгілі. Сондықтан қандай іс-шаралар өткізілді 90 жылдыққа байланысты? Сәлеметсіздер ме? Көп рахмет шақырғандарыңызға. Осындай құрметтеп, біздің қара шаңырағымызда, білім ордасында жалпы халықаралық үлкен ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Бұл бізде жылда аталып өтеді. Биыл ерекше жыл, өйткені академик Манаш Қозыбаевтың 90 жылдығы соған байланысты аталып өтіп, яғни Қозыбаев оқулары 2021-2021 білім мен ғылымды дамытудағы өзін, яғни жаңағы дамытудағы және бағыттар мен заманауи көзқарастар атты, яғни конференция өткізілген болатынды. Бұл конференцияға өте, яғни офлайн түрінде де, онлайн түрінде де болды, өйткені бұған көптеген әлемдік деңгейде өткен болатынды. Түркия елінен және мынау өзіміздің көрші, яғни елдерден, яғни көптеген ғалымдары, тарихшылары қатысып, өз баяндамаларын оқыған болатынды. Мұнда, яғни бұл конференцияда, яғни Манаш Қозыбаевтың, яғни өзінің еңбектері бойынша, ғылыми еңбектері біріншіден, яғни соны талқыланып, өте біздің бүгінгі қоғамымызға, яғни әлем деңгейіне танымал екенін, бүгінгі қоғамымыздың дамуына, тарихымыздың, отан тарихымыздың өзекті мәселелерін, сонау көне заманнан бастап осы өмірінің соңғы күніне дейінгі, яғни кезеңнің барлығын қарастырып, сол өзекті мәселелерді көтеріп, мәнді, яғни жаңағы еңбектерін қалдырып кеткені, яғни айтылған болатынды, талданып, сұрыпталып, сарапталған болатынды. Және сонымен қатар Манаш Қозыбаевтың сондай кеңпейілдігі, даналығы, парасаттылығы аталып өтті. Өйткені ол кісі өзінің осы ғылыми еңбекпен ғана шұғылданып қана қоймай, сонымен қатар өзінің шәкірттерін дайындап, сондай үлкен, яғни жаңағы бүгінгі күнде сол кісінің дайындап кеткен сол кезеңдегі жастары, шәкірттері бүгінгі күнде сол ғылыми жұмысты әрі қарай, яғни жалғастырып, жаңа, яғни ғылыми еңбектерді дүниеге келтіріп жатқанда, бұл да үлкен өте істеп айтылған болатынды. Жалпы біз, яғни Манаш Қозыбаевтың, яғни осы 90 жылдығына байланысты, яғни біздің университетіміз осы үлкен бір, яғни жаңағы еңбектерді жан-жақтан келген көптеген баяндамалардың негізінде үлкен, яғни
ғылыми талдау жасалынған еңбектерге, яғни мақалаларға, яғни үлкен, яғни өзінің тұсаукесер жаңағы еңбектерін яғни дүниеге келтірді. Ол тек қана біздің білім ордасы ғана емес, сонымен қатар яғни өзінің баласы Ильяс та яғни өзінің сол яғни кезіндегі еңбектерді топтастырып, осы яғни отан тарихына қатысты еңбектерін, яғни соның презентациясы да өткен болатынды біздің университетімізде. Сонымен қатар өзінің кезінде хатшылық қызметін атқарған, ғылыми қызметкері ретінде атқарған, яғни өте зира бұбы сол бірлесіп, сол қызметкерлермен бірлесіп шығарған еңбектерді сол күні тұсаукесері өткен болатынды. Жалпы айтатын болсам, Манаш Қозыбаевтың өмірі мен қызметі әрбір қазақ баласына үлгі бола алады. Өйткені ол кісінің яғни жаңағы еңбектерін бүгінгі күнде яғни пайдалана отыр. Біздің жастарымыз яғни үлкен яғни жаңағы отанымыздың бір керемет бір яғни жалпы өзекті болып бүгінгі саналатын, кезінде кеңестік дәуірде айтылмай, яғни айтылса бір жақты ғана айтылып қалған тарихи оқиғалардың бәрін жаңа қырынан саралап, сараптап кеткен мінекей осы еңбектері бүгінгі күнде өте өзекті болып отыр. Сондықтан бүгінгі таңда зиялы, яғни зиялылар тарихын зерттеу, олардың яғни қоғамдағы рөлі мен прогреске қосқан үлесін зерделеу әрбір өркениетке бет алған ел үшін яғни маңызды міндет болып табылады. Елбасы кезінде, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ұлы тұлғалардың, яғни ұлы тұлғаларды білмейінше, яғни бірде-бір яғни дәуірді дұрыстап тану мүмкін емес деп айтқан болатынды. Сондықтан біз Манаш Қозыбаевтың яғни тұлғалық қызметін, яғни өзінің өсіп өтінген үлкен өмірге яғни жаңағы аяқ басқан кезінен бастап өмірінің соңғы кезіне дейінгі кезең біздің университетіміздің музейінде бәрі де бүгінгі күнде сақтаулы, және соны жаңа қырынан танытып білдіруге жастарға үлкен яғни жаңағы осы ғылыми тәжірибелік конференцияның негізгі материалдары жарық көруде. Сондықтан жалпы қандай да болмасын, жыл сайын біздің білім ордасында өткізіліп отыратын осы Қозыбаев оқулары мақсаты қазақтың тарихшы, ғалымы, академик, ұстаз, қайраткер Манаш Қабашұлының яғни ғылыми шығармашылығында көтерілген мәселелерге арналып отырады. Сондықтан біздің университетімізде осы Манаштану курсы өткізіліп отырады. Жылда яғни Манаштану курсы әрбір бірінші яғни курсқа келген студенттердің барлығы да осы Манаштану курсы арқылы жалпы Манаш Қозыбаевтың яғни ең алғашқы өмірге келген күннен бастап бұл кісінің сол мектеп қабырғасында жүрген кезеңіндегі яғни жұмыстармен көптеген мақалалар жазып, яғни жаңа баяндамалар жазып, өзінің нақыл сөздерге өте жақын кісі, мінекей солардың барлығын сол мектеп қабырғасында, одан кейін жоғарғы оқу орнына түсіп, мінекей сол баспалдақтарда әрбір курс сайын, яғни өзінің жаңағы сондай талантын, өзінің шеберлігін, сөзге деген яғни байыптылығын көрсете білген тұлға. Міне жастар, біздің студенттеріміз мінекей осыны Манаштану курсы арқылы танып біледі. Жалпы осы Манаштану курсына арнап Манаштану, яғни жалпы оқулығы да бар бізде 5 томдық. Мінекей студенттер соны пайдаланып, мінекей соны оқып, яғни тең, яғни терең түрде яғни жаңағы танып білулеріне өздеріне мүмкіндік алады. Сол сияқты Манаш Қозыбаевтың, яғни жалпы ғалымдардың, яғни өзінің замандастарының, яғни жаңағы кезінде айтылған сөздеріне байланысты осы еңбектері бар, мінекей ол да яғни жарық жұлдыз деп аталынады. Ол да бүгінгі күнде біздің яғни библиотекамызда, жалпы тек қана біздің осы кітапханамызда емес, ол біздің осы республика көлемінде яғни жүргізіліп пайдаланып отыр. Сондықтан академиктің
яғни адамгершілік, яғни тұлғасының қалыптасуының яғни өзі ол жай ғана яғни қалыптасқан жоқ. Ол өмірдің сондай бір сондай әрбір сатысынан өткені, яғни жалпы қандай да болмасын, біз айтады ғой, қазақта нақыл сөз бар ғой, атаға тартып туған ұл 6 қырдан асады деп. Немесе айтылады, текті, яғни тектіден таратқан тегін тумайды деп. Сондықтан тектіліктің негізі осы Манаш Қозыбаевтың бір басынан көрініс табады. Өйткені ол кісінің, яғни айтатын болсақ, өсіп шыққан, яғни жаңағы алтын ұясы, отбасы, ата-анасынан алған тәлім тәрбиесі, яғни осыны бір жағынан көрсететін болса, екінші жағынан осы ғылым ордасына келген уақытта Алматыға келіп, сол жерде оқып жүргенде үлкен, яғни ғалымдардан, яғни тәлім тәрбие алған болатынды. Сондықтан сол тәлім тәрбиелердің бірінен айтатын болсақ, Ермұхан Бекмахановты айтуымызға болады, Ақай, яғни Мүсіпбековті айтуымызға болады, Сақтаған Бәйішевті айтуымызға болады, Серікбай Бейсенбаевты, Әликей Марғұлан, Нығметолла, яғни Кейікбаевты, Әділ Зәкерин сияқты тұлғаларының, яғни дәріс алып, солардың, яғни жаңағы білім берген нәрілермен сусындап өскен біздің академигіміз осындай биік тұлға болып қалыптасуына үлкен, яғни мүмкіндік жасалған болатынды. Сондықтан, яғни осы айтамыз ғой, ғылымдағы ізденіс жолы сонау университет қабырғасында басталып, яғни жаңағы өлкетану, Қостанай Торғай өлкесіндегі революциялық қозғалыстар тарихын зерделеуден бастаған ғалым, яғни отандық тарихтың, яғни жаңағы қойнауына бойлап, сан, яғни жаңағы қырын, яғни жаңағына қырына үңілу арқылы, оның құпияларын, яғни ақтару арқылы өзінің мақсатын қоя отырып, яғни үлкен, яғни жаңағы ғылыми еңбектерді дүниеге келтірген болатынды. Соның ішінде айтатын болсақ, қаһарлы 1916 жыл деп айтылатын. Өйткені Манаш ағамыз осы жоғарғы оқу орнын бітіріп келгеннен кейін, әрине оның өзін, яғни сол елге оралуының өзінде, яғни отбасылық жағдайға байланысты болатынды. Міне осы жерде ол кісі келіп, осы Қостанайда, яғни қызмет жасаған уақытында, сол жерде жай ғана жүрмей, яғни өзінің көптеген, яғни жергілікті халықтармен, сол кезеңдегі жаңағы пенсияға шыққан адамдармен, қоғам қайраткерлерімен кездесіп, үлкен, яғни жаңағы ұйымдастырып, міне осы жерде Қостанай Торғай, яғни атты, яғни өзінің алғашқы еңбектерін дүниеге келтірген болатынды. Осы жерде жүріп, Қостанай қаласының, яғни жаңағы шығу тарихына да үлкен мән беріп, соны көптеген деректер арқылы, яғни дәлелдеп, яғни Қостанай қаласының тарихында дүниеге келтірген болатынды. Міне осы сатыларда, яғни өте көптеген еңбектерді дүниеге келтірді ғой. Бұл кісінің, яғни көп монографиялары бар, яғни ғылыми, яғни жаңағы еңбектері бар, мінекей тарихнамалық талдауға жасалынған. Сонымен оның барлығы үлкен, яғни Манаш Қозыбаевты жан-жақтан сол кезеңнің өзінде үлкен симпозиумдарға, ғылыми конференцияларға, яғни шақырып, сонда үлкен баяндамаларын жасап, өйткені біздің өзінде таңғалдырып жүрді көптеген, яғни ғалымдарды әлемге, яғни сол кездің өзінде әлемге болмаса да, бірақ халықаралық конференцияларда өзінің, яғни жаңағы теңдесі жоқ адам ретінде өзі рөлін көрсете білді. Өйткені отан тарихының, яғни жаңағы көптеген ашылмаған, яғни беттерін қайтадан саралап өткізуге, яғни мүмкіндік жасады. Өйткені мысалы айтатын болсақ, кеңес дәуірінің кезінің өзінде осы екінші дүниежүзілік соғыстың, яғни жалпы, сол оның ішінде осы қазақстандықтардың рөлін, яғни көрсету, яғни сөйтіп жаңа қырынан талдап көрсету, мүмкін сол кезеңнің өзінде
қорықпай осы кәдімгі яғни архивтегі материалдары арқылы көрсетіп дәлелдеп берген болатынды. Міне ұлы отан соғысы жылдарындағы Қазақстанның майдан мен тыл атты еңбегінің өзі мінекей осы майдандағы қазақстандықтардың рөлін көрсетіп, сонымен қатар тылдағы да еңбекші халықтардың рөлін көрсетіп берген болатын. Одан кейін Қазақстанды майдан арсеналы атты яғни монографиясы соның жалғасы ретінде шыққан болатынды. Одан кейін яғни жаңағы өзінің шәкірттеріне, мысалы, яғни Сталинград шайқасы жөнінде, Ленинград блокадасы жөнінде мінекей осындай еңбектерді, Мәскеу түбіндегі шайқастағы 28 панфиловшылардың рөлін көрсетуге мүмкіндік жасаған болатын. Сонымен қатар біздің университетімізге келген уақытта осы яғни жаңағы осы ұлы отан соғысының жеңісіне байланысты әрбір яғни жаңағы аймақтың яғни өзінің яғни жаңағы майдангерлерінің қосқан үлесін жеке еңбек қылып шығаруға яғни жаңағы жол ашып берген болатынды. Міне осы сол сияқты біздің осы солтүстік қазақстандықтардың осы ұлы отан соғысына қосқан яғни жауынгерлердің рөлін яғни көрсететін 9 томдық еңбегі шыққан болатын, еңбек шыққан болатын біздің. Сонымен қатар еңбекшілердің де осы әрбір аймақтың рөлін көрсетіп, осындай үлкен еңбектердің дүниеге келуіне. Ол біз ғана айтып отырғанымыз менің тек қана осы жаңағы осы ұлы отан соғысы жылдарындағы Қазақстан яғни майдангерлерінің, яғни жауынгерлерінің, еңбекшілерінің рөлін болатын болса, Манаш Қозыбаев сонау көне заманнан бастап бүгінгі күнге дейінгі кезеңді, қазіргі заман Қазақстан тарихының яғни жаңағы кезеңдеріне яғни өзінің тарихта үлесін қосып кеткен болатынды. Соның ішінде айтатын болсақ, мысалы, ақтандықтар ақиқаты, жауды шаптым тубайлап деп еңбегін айтатын болсақ, тарих зердесі атты еңбегін айтатын болсақ, ұлт және өркениет атты еңбектерін ататын болсақ, толып жатыр енді айта берсек. Міне айтар едім, мінекей тарих зердесі атты еңбегінде, яғни Манаш Қозыбаев бұл екі кітаптан тұрады. Сондықтан бұл енді соның ішінде бір екінші кітабында қазақтың арыстары атты яғни бөлімінде, яғни сол 20 ғасырдағы бір аумалы төкпелі заманда, яғни жаңағы қазақтың басына сондай бір керемет күн туған уақытта соған яғни арыстардың яғни жаңағы халыққа яғни жол нұсқаған, сонымен қатар яғни бостандық, тәуелсіздік үшін күресте туыстап, яғни сол кезеңде өзінің яғни жаңағы соңынан ертіп, өзінің әлемге танытуға яғни күш салған қазақ арыстарының еңбектерін тарихтағы рөлін көрсетіп берген болатынды. Сонымен қатар мінекей бұл айтатын болсақ, ақтандықтар ақиқатында яғни бұнда әрбір кезеңге байланысты яғни айтылған, осы жаңағы алаш қайраткерлеріне байланысты, мынау ұжымдастыру жылдарындағы зорлық пен қорлық яғни қалай жүргені, оның яғни ұжымдастыруды күштеп ұжымдастыру деп міне алғашқы рет осы Манаш Қозыбаев осыны яғни ғылыми түрде дәлелдеп беріп, яғни көптеген тарихи деректердің яғни тарихнамалық талдау жасау арқылы яғни үлкен еңбектер дүниеге келді. Әрине бұның барлығы осы 20 ғасырдың осы басында 20 ғасырдағы осындай керемет бір тағдырдың бір яғни тауқыметін көрген заманда қазақ халқының арасынан шыққан осындай ұлы тұлғалар арқылы біз яғни еліміздің теңдігі, бостандығы, тәуелсіздігі жөнінде яғни үлкен, яғни сол кезеңде мәселе көтерген қазақ зиялыларының, алаш қайраткерлерінің рөлін атап өтетін болса, сонымен қатар Манаш Қозыбаевтың еңбегі осы тәуелсіздік алған жылдары көптеп шыққан болатынды. Киелі тәуелсіздік деген яғни еңбегі арқылы біз көрсетіп айта аламыз. Сондықтан Манаш Қозыбаев осы елбасының яғни жаңағы басшылығымен яғни еліміздегі өте өзекті мәселелерді яғни сол кезеңде жаңағы күнделікті яғни мәселе етіп қойған болатынды. Өйткені бұларға уақыт яғни өзінің уақыт күттірмейтін мәселе екенін көрсеткен болатынды. Сондықтан
Мындай, яғни тәуелсіздігіміздің биыл мінекей 30 жылдығы болып отыр. Міне сол тәуелсіздікке сол кезеңде өзінің күндіз түні, яғни тынбай еңбегінің арқасында біз тәуелсіздік бізге қандай не әкелді, не бұл тәуелсіздіктің өзі ұғымына дейін, яғни сипаттап айтып берген болатынды. Сондықтан осы киелі тәуелсіздік деп атауының өзі біздің бұл ата-бабаларымыздың аңсаған арманы екенін, яғни бұған жай ғана бізге бұл төбемізден түсіп қалған, яғни бақыт құсы емес, бұған соншама адам, қаншама, яғни еңбек көрген батырлардың рөлін, билердің рөлін, қазақ хандарының рөлін барлығын көрсетіп, тізбектеп, яғни ғылыми айналымға енгізген болатынды. Жақсы, өте керемет. Осы қысқа уақытта сіз Манаш атамыздың тұлғалық қасиетін, балалықтан даналыққа дейінгі жолын айттыңыз ғой деген ойдамыз. Бірақ ол біздің тұлғамызды біздің осы аз уақытқа сыйдыру мүмкін емес. Толағай еңбектері бар. Тарихи толқындарын қалт жібермей отырып, сол қиын қыстау сұрапыл тар жол тайғақ кешу, атжалы түйенің қомы, қиын қыстау кезеңде Манаштай тұлғалардың келуі біздің тарихымыздың толық сақталуына үлкен әсері болды. Өйткені Манаш атамыз Қазақстан тарихына қаншама үлес қосты, соншалықты жаңағы елін, жерін, халқын сүйетіндігін көрсете білді деп ойлаймыз. Осы бүгінгі жастарға не айтар едіңіз? Жастарға айтатыным, бүгінгі біздің жастарымыз, осы Манаш Қозыбаевтың жалпы біздің отанымызды сүйетін, патриоттық сезімге тәрбиелейтін осы Манаштану курсы арқылы танып білсе, ал енді сол алған білімдерін, яғни осы, яғни отанды сүю, яғни өзінің ата-анасының алдындағы борышын білу де бүгінгі күнде өзекті болып отыр ғой. Сондықтан, яғни біздің осы еліміздің елбасы айтып кеткендей, біздің жастарымыз елдің тұтқасы деп. Сондықтан сол ел тұтқасы болу үшін, яғни әрбір аз жастар өзінің білімімен, өзінің, яғни жаңағы адамгершілік қасиетімен, яғни осы елімізді көркейтуге өз үлестерін қосса, мінекей сол уақытта біздің осындай, яғни тұлғаларымыздың еңбегі, яғни қызметі, яғни соны өздеріне үлгі ете алса, сол уақытта еліміз көркейіп, әлемге танымал болады. Сондықтан жастар тек қана алға, яғни биік белестерден көрінуге, сондай, яғни білімді, білікті болуға, жан-жақты болуға, әлемдегі, әлем елдерінің арасынан өзіміздің орнымызды ойып алатын, сондай биік белестерден көрінетін мемлекет болу үшін, ол біздің жастарымыз әр уақытта білімді, ғылымды жақсы, яғни сүйетін, сонымен, яғни таныс болатын жастар болуы тиіс деп ойлаймын. Өте орынды. Құрметті оқырмандар, бүгінгі біздің Қазақтың асыл перзенті атты тарихи сағатымызды аяқтағанды жөн санап отырмыз. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, берекеміз берік, егемендігіміз іргелі болсын. Алда келе жатқан тәуелсіздігіміздің 30 жылы құтты болсын.